грыжа кезінде ең бастысы ағзаны қабынудан шығарып, омыртқа мен бұлшық еттердің қоректенуін қалпына келтіру керек. Көп адамдар тек ауырғанды басады, бірақ оның себебімен жұмыс істемейді. Бұл жағдайда ағзаға кешенді қолдау керек. Қабынуды азайту керек, қан айналымын жақсарту керек, бұлшық ет пенен буынды қоректендіру керек, жүйкенің қысылуын жеңілдету. Сол үшін көбінесе мына протокол номер 1 өте жақсы көмектеседі. Оның ішінде эларгинин, йода, остеавел, фульвагумин, макс сияқты өнімдер жақсы қолдау береді. Ол өнімдер грыжаның деңгейіне қарай негізінде протокол әр адамдарға әр түрлі болады. Қай жеріңізде грыжа, соған байланысты нақты қандай белгілер мазалайтынын жазып жіберсеңіз болады. Немесе өз телефон номеріңізді қалдырыңыз. Менің телефон номерім шапке профильде. Ал жаңағы айтқан өнімдер туралы білгіңіз келетін болса, менің парақшамда төмен жағында әр өнім туралы нақты айтылған видеолар бар. Соны қарап таныссаңыз болады. Менің есімім Шолпан, телефон номерім шапке профильде. Немесе өз номеріңізді қалдырыңыз.